сенің мені ұнатуың керек емес. Сен мынаны ойла, осының басы неге, шашы неге бүйтеді, осының түрі қалай, бұл что-то оралман, бұның біртүрлі біз сияқты, потом что жаңағы не хочу деп орысша қоспайды екен, жаңағы до конца тыңда, ойо майо деген орысша, анау ең тәтті орыстың қоқыр-қоқсық сөзін қоспайды екен, сондықтан дәмі кірмей қалды сөздің деп, неше түрлі мін таппа менен. Менің найман болғанымды да менің кінәм емес, мен найман болайын деп Құдайдан сұрап алған жоқпын. Қытайда туылып қалайын деп менің кінәм емес, мені GPS бойынша ана жерге жібер, мына жерге жібер деп Құдайға GPS айтатын құқым жоқ менің. Анауың мынау екен, мынау менің басымның қазандай, бетімнің табақтай болғанда мен таңдап алған жоқпын, мысалы. Таңдап алған жоқпын. Сондықтан сен бірінші мынаны ойла. Осы Серікжан Біләштің, осы атажұрттың ісінен біздің ұлтымызға пайда бар ма, жоқ па, сен соны ойла. Сен соны ойла. Мені жек көре бер. Бірақ менің ісінен, атажұрттың ісінен қазаққа пайда бар ма, жоқ па, соны ойла. Егер қазаққа пайда болса, қазақтың ішінде саған пайда болса, мысалы біз Қытайдың кегірдегінен қысып алқымдап жатырмыз, Американың қолымен. Болды, онда мені жамандамай-ақ та қой, мені қолда. Мені қолда. Атажұртты қолда. Неге? Бұл саяси таңдау. Сен маған күйеуге тиейін деп жатқан жоқсың ғой, мысалы. Сен маған қатын болайын деп жатқан жоқсың. Сен саяси таңдауын жасап тұрсың. Сен ұнатпай тұрып таңдауын жасайсың. Неге? Сен ұнайтын, саған ұнайтын адам қалған қазақ ұнамайды. Оған ұнайтын адам саған ұнамайды. Бірақ саяси таңдау дейтін нәрсе жігіт таңдау емес. Жігіт таңдағанда қарауыңа болады, қарны шығып қойшы. Жасы бірдеңке екен, что-то тілі бір түрлі екен, түрі бір түрлі, мұрны бір түрлі екен, тісі қисық екен, көзі қысық екен. Жігіт таңдасаң, солай мін айтуыңа болады. Бірақ саяси таңдау дегенде ұлттық мемлекеттік мүдде және сенің өзіңнің жеке бастық мүддеңді ойла. Сен мысалы осындай ойлай алған кезде ғана сен дұрыс, есі дұрыс адамға айналасың. Біздің қазақтар бір саяси қайраткерді туралы баға берген кезде бейне оған өзі қатындыққа тигелі отырғандай бағалайды. Оның қарнын сынайды, бетін сынайды, көзін сынайды, сөзін сынайды, дауысын сынайды. Что-то ол бірдеңке дейді. Сен оған байға тиетін болып, сөйтіп сондай бір таңдау жасаған кезде сынай бер. Қарнында сына, бөксесінде сына, төсінде сына, басқасында сына. Байға тиген отырсың. Бірақ бұл саяси таңдау ғой, қазақтар. Саяси таңдау ғой. Осыны біліп алыңдар.